Күндердің бір күнінде мен өзімнің керемет диванның үстінде өзімнің керемет те ұялы телефонымда ойнап отырдым. Және ұялы телефонымда сіздер не істесі десеңіздер, әрине өзімнің ең сүйікті ойынымды ойнап отырдым. Ұялы телефон арқылы бар қазақты көріп отырған кезде менің бөлмеме мамам кіріп келді де менен ұялы телефонды өзіне беруін сұрады. Ұялы телефонымнан айырылғаннан кейін мен өмірден түңіліп, не істейтінімді ұзақ ойланып отырдым. Арада небәрі 24 сағат өткеннен кейін мен ұзақ ойланғаннан кейін өзімнің бөлмеме келіп телевизорымды қарайын деп шештім. Телевизордағы каналдарды ұзақ іздеп бір канал таптым. Ол каналда не болып жатыр десеңіздер, шошқа мен маймыл қосылса не болатыны. Жүректі айнытатын бағдарламаны көргеннен кейін мен кітап оқиын деп шештім. Ол кітаптың қызық болғаны соншалық мен оның ішіне кіріп беріліп оқыдым. Жақша ішінде жоқ. Кітапты көп оқығаннан менің кішкене ғана ұйқым келіп кетті. Ұйқымнан оянғасын үстел үстінде тұрған өзімнің ұялы телефонымның қорабын көрдім де оны алып есіме ала бастадым. Онымен бірге өткен барлық қызықты кездерімді есіме алып жылап алдым. Ұялы телефоныма арнайы гүл заказ беріп, ұялы телефонмен оңашада қалған кезде оған ішімдегі бар мұңды тарқатып әңгімелесе бастадым. Арада бір секунд өткеннен кейін менің ертеңгі сабаққа баруым керектігін және мына сабақтың барлығын оқуым керектігі есіме түсіп кетті. Кітаптарды алдым да ішін қарап бастап, оны менің оқуымның керектігі жоқ екенін түсіндім. Жазатын сабақтарды ерте мектептегі жақсы оқитындардан көшіре салармын деп ойладым. Және кеш батқасын мен кухняға барып тамақ жеуім керектігін түсіндім де өзімнің қолыма 2 роллтонымды алдым. Және осы 2 роллтонды өзімнің қолыма алып, ары ойланып, бері ойланып, тұңғиыққа батып ойландым да қайсысын таңдайтынымды шеше алмай отырдым. Содан кейін менің көзім осы ет тілісіне түсті де осыны жейтін болдым. Және менің кереметтей кешкі асым піскеннен кейін мен оны осындай япон таяқшаларымен жейін деп шештім. Мен бірақ олармен ешқандай қолданып білмеймін, сондықтан өзіме опыт жинайын деп, оны мен өзімнің басыма келген идеяларды көріп қолдандым. Бірақ ешқайсысы маған келмеді де жей алмадым. Мен тамағымды жеп отырған кезде ішім пысқаны соншалық не істерімді білмей, сокты алып, соның сыртындағы барлық мәліметтерді оқи бастадым. Яғни ол жерде сенің басың жасамаса тупой дауым болсаң, онда сен осы апельсиновый сокты ішуің керек. Және маған пальма ешқандай ақша төлеген жоқ. Реклама үшін. Және тойып тамақ жеп болғаннан кейін мен диванға келіп қайттан жатып ұзақ ойландым. Өзімнің тұңғиыққа батқан ойларыма батып кеттім де ішінде тұншығып шыға алмай қалдым. Қысқасын айтқанда, менің ұялы телефоным жоқ, немесе ұялы телефонсыз бір күнім.